Армысыздар, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің шеберлік сыныбымнан қош келдіңіздер. Шеберлік сыныбымызды бастамас бұрын денемізді қыздырып, қара жорға биіне бір би билеп алсақ. Жақсы. Келесі шеберлік сайысымыз доп сайысы. Қане, бәріміз жаңағыдай чеңберге тұра қаламыз. Қазір волейбол сияқты міне төбеге допты лақтырам. Мысалы үшін төбеге допты лақтырам да жанар деймін, қаш кетірмеймін. Салтанат. Жанар апай. Риза апай. Ақмарал. Талант. Еркежан апай. Халида. Ақмарал. Ортада тұр. Риза апай. Салтанат. Жанар апай. Келесі шеберлік сайысымыз теңге алу. Теңге алу үшін біз екі топқа бөлінуіміз керек. Екі топқа бөліну үшін асықтар арқылы, дорбадан асық таңдау арқылы екі топқа бөлінеміз. Асық алсаңыз. Қане, екі топ, екі жаққа тұра қалсаңыздар. Теңге алу ойынның шарты екіге бөліндік, атымызбен шауып барып, теңгені алып, мұна себетке кеп тастаймыз. 1, 2, 3. Келесі шеберлік сайысымыздың аты кесертке. Яғни ортаға бір топ ойыншылар шығады. Келесі топтың ойыншылары қоршап тұрады да ортадағы кесерткенің құйрығына допты тигізу арқылы кесерткенің құйрығын түсіру керек. Келесі сайысымыз үстел үсті асық ойыны. Үстел үсті асық ойынында мына топта 4 асық берілген, мына жақ топта 4 асық берілген. Ойынның шарты мына асықтарды келесі тақтаға өткізіп, бәрі асықты өткізіп шығу керек. Міне осы. Атамыз.
әріптестер, менің осы өткізген шеберлік сыныбым сіздерге ұнаса, қатты ұнаса, 1 деген ұқпай бересіздер. Орташа ұнады десе, 2 дегенге қойырсыздар. Ал енді ұнамады, дұрыс болмады десе, 3 деген бағынға қойырсыздар. Сіздерге сол үшін бір асықпан берем. Менің шеберлік сыныбымды бағалап кетсеңіздер. Өте керемет, көңілді, қызықты болды. Ұнады. Өте көңілді өтті. Қызықты, басталған керемет әрекет. Өте керемет болды. Құрметті әріптестер, бүгінгі менің шеберлік сыныбыма келіп қатысып жатқандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман болыңыздар.